Отырайық, тоқта. Қызыл ма, көк па? Кел. Сулифа, Сулифа. Мен көкталам. Мен көкталам. Жарай. Екі қосу екі төрт, жүрегім сендесе өрт, тақтада жазылып тұр, сынып жұмысы classwork. Exercise number 3, біздің мұт, біздің көңілгі, білім өмір шырағы, оны сүйсең менше сүй. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Пам 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 о, пам пам парам парам о, пам 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 о, пам 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 парам о. Бір жылдың өтіп кеткеніме, келдік жаңа белес өткеліне. Естен кетпес естеліктер шағы, сағындырып мені кеткеніңе. Бірге отырған құрбым парталасып, жиған білім сені арқаласып. Үлкен кезең өтіп тұр алдыңда, сендік таза сезім тарқамасып. Масқара. Бұл енді қайталанбайтын шығар деп едім. Жоқ, қалай сабаққа кешуге болады айтыңдаршы, а? Сұмдық қой мынау, сұмдық. Қайда жүрміз? Апай, өзіңіз кіруге рұқсат па? Кіріп тұрсыңдар. Не болды? Аш? Кешіріңіз, кеше үйге қонақ келіп қалып еді. Соған анама көмектесем деп кеш жатып қалдым. Мен кімші қайталанбайды. Үшеуің үйіңе де қонақ келді ме? Я? Жоқ. Я? Жоқ. Сөз қойыңдарды бар. Отырыңдаршы балаларына. Тез, сабақ деген бағана басталды. Не деген сұмдық? Қыз бастарыңмен ұялмайсыңдар ма? Ұлдар кешіксе бір жөн. Апа, кешіріңізші, інді сыныпқа кіргізіп жүрген едім. Сен бұл сылтауыңды қашан қайта бересің, а? Отыршы бар, тез. Сабағымыз. Сен қайда жүрсің, а? Сен қайда жүрсің? Неге кешігеміз біз сабаққа? Апай, сіз өзіңіз борға жібердіңіз ғой? Кешірші. Ой, бар ғой, мына бар ғой, сынып мені бар ғой, жындандыратын жар. Кешірші, айналайын. Ой, менің айналып кетті ғой. Ашамыз дәптерімізді, жазамыз бүгін. Апай, кешіп қалып кірсем бар ма? Кіріп тұрсың, сен қайда жүрсің? Неге кешігесің сабаққа? Апай, жолда кептеліс болғап, сол үшін кешіп келдім. Отыршы, сөз. Тағым! Сұлбат! Сен қайда жүрсің? Апай, кешіріңізші, кешіп қалдым. Ауру қалса да әдет қалмайды деген. Саған айт не, айтпа не, отыр бар. Орныңа. Кешігуді қашан қояр екен осы бала? Так, балалар, сабағымызды бастаймыз. Жаңа тақырып бастамас бұрын, алдыңғы өткен тақырыпты еске түсіріп аламыз.
Содан кейін жаңа тақырыпты өтеміз. Одан кейін сендерден үйге берген тапсырманы сұраймын. Түсінді ме? Ашыңдар дәптерлеріңді, жазыңдар. Ғазиза, кеше Дениздің туғанының күшті болды, я? Я, күшті өтті. Қыздар, осы жағдайға осы сыныпта бір-бірімен жақындата түскен секілді. Негізі біздің сыныпқа осындай кештерді көп ұйымдастырылып тұру қажет. Айтпақшы, Ғазиза, жақында менің туған күнім бар. Рас па? Онда сенің туғанын мен ұйымдастырайыншы. Жарайды. Оған да саған сендім, Ғазиза. Ғазиза ұйымдастырса қызық болатынына сенімдімін. Иә. Қыздар, қаштаңдар, сау Сен өзіне мен жазасын? Ойындама, кейін балармен көшіріп аламын ғой. Рай, уақыт өтпей жатыр ма? Мә, айтпашы, шаршап кеттім. Таң атпасың, осының бәрін мен көмектесемін ма? Көмектесем ойласын. Қайт көмектеспекшісің, тем более Клара пайдан. Қазір көресің. Көреміз. Балалар, үйге берген тапсырманы айтады. О, Әлшер, я. Алай бір қайталап алайшы. Қайталап ал. Онда сабақты Алмас. Танаш, не болды бәріне жөтел? Танаш, не болды? Не бастап кеттіңдер өзі? Не деген сұмды ғой, мына сынып бар ғой мені. Ай, сен өзіңіз келіп көріңізші. Не болды? Ештеңе де естіп. Бәрі жақсы. Я дұрыс. Оның жасап жүрген қайсы? Дәулет шығар, басқа кім болуы мүмкін? Мә, Дәулет, сенен бұндай тәпкен жоқ. Мен емес. Мүмкін алға шығар. Керек қуандаш. Мен ол кезде сабақ айтып отырдым ғой. Дәл қазір бізде осындай төтенше жағдай орын алды. Бұның кім істегенін білмейміз, бірақ бізде сабақ болмайтын болды. Мына сұмдықты жасаған қайсың, а? Кәне мойындаңдар. А? Сендер қоймайды екенсіңдер, мен де қоймайын. Не сонда сендер? Директордың алдына тағы да барғыларың келіп тұр ма? Сендер мына сабақтың быт-шытын шығардыңдар ғой, а? Бетіме кеткен өкей. Болды, болсыңдар енді. Сабақ аяқталды. Жөтелі бермей. Ашыла жолда. Кет бұла қарай, жолдан.
бәрін жасаған. Бірақ жасағаның күшті болды. Любой пранк керек кезде хабарласың. Сабақ оқымай келген кезде жақсы екен. Дәулет, сенің кесіріңнен кезекті 5-імді ала алмадым. Писама бұл те. Бүгін бір сабаққа дайындалып кеп, сабақ айта қояйын деп едім, ағай жоқ болып кетті ғой. Бізді қоя берші. Бізді тарихқа дайындаған бір ғалымның еңбегі зая кетіп тұр ғой. Таңертең Клара апайдың сабағына осылай дайындалғанда бұндай жағдай болмайтын еді. Қыздар, жігіттер, ақыл пиятшыны бере тұршы. Тез. Не үшін? Тас қызық көресіңдер. Тас көресіңдер? Ой, ашыңдар! Бүгін кім жоқ? Келгендер бар, келмегендер жоқ. Тыныш. Бүгін мен жақсы оқитындарға 2, ал нашар оқитындарға 1 қоям. Ағай, ол 90-дық бағаға әсер ете ма? Ол сенің өміріне байланысты. Әсер етеді да. Осы сынып бір түрлі. Кейде бәрі тапсырма орындап келеді да, ал кейде ешқайсысы орындамайды. Қыздар, жігіттер, қараңдар, сендер бір нәрсе көрсетемін. Ятсың. Тыныш. Язамын Бегай. Дұрыс айтасыз. Бұл сынып сондай. Тәртіптерден ашар. Әлде сендерді қайта директорске апарайын ба? Қане ағай, журналды беріңізші, жеке көрейік бәрін. Мәлімаз, біттік. Әрине, бітпегенде жағдайлары мүшкіл. Алмас, шынымен, не мынау, не істеп тастағансың? Мен түсінбедім, мен карандашпен қойған сияқты едім бе? Алмас, сен маған 2 алуға болмайтынын білесің ғой. Не? Мына бағаларды не істейміз енді? Алмас, бүйткен ойының құрсын. Не бүлдірдің сен? Бол, тыныш. Я, бол, тыныш, енді шулағанның пайда жоқ. Жігіттер, қыздар, бізге бір амалын табу керек. Кешіріңіз. Мен емес пе? Ағай келе жатыр, көріп келші. Негізі Алмастың жасаған дұрыс болды, иә, Ғазиза? Иә, өте дұрыс болды, әйтпесе біз 2 алып қалатын едік. Қалай ойлайсыңдар, Алмастың журналдың жұртқаны дұрыс болды ғой, иә? Өз ойларыңды комментарийге жаза кетіңдер. Айтпақшы, бізде жақында кастинг болады. Өз бақтарыңды сынап көріңдер. Төмендегі номерге хабарласып, толық мәліметті ала аласыңдар. Арай, жүр, класстағылар не істеп жатыр екен.